Сәлем оқырмандар, бүгін шаймен ішкенге өте дәмді тіске басар дайындайтын боламыз. Үйде тек қана айран болса жеткілікті, жұмсақ өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға бір кесе айранымызды құямыз. Кез келген айранды қолдана бересіздер, ашыған айранда болады. Енді дәміне қарай тұз және де құмшекер салатын боламыз. Барлығын көз мөлшерімен жасай берсеңіздер де болады. Енді жақсылап араластырып, құмшекерімізден тұзымызды ертіп аламыз. Және де бізге 2 жұмыртқа қажет. Жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамыз толықтай араласуы қажет. Және де қалауларыңыз бойынша өзіңізге ұнаған кез келген ас көктерін қоссаңыздар болады. Укроп, петрушка, көкпияз, мен көкпияз қостым. Өте дәмді болып шықты. Енді жақсылап араластырып аламыз. Осылай майдалап, турап қосасыздар. Мүлде қоспасаңыздар да болады. Енді ұнды керегінше қосатын боламыз. Бізде жабысқақ қамыр шығады. Қаттылау қылмай, қамыр илейтін боламыз. Ұн салған екен, осылай қопсытқыш саласыздар. Жақсылап араластырып аламыз. Араластырып, ұнды аз-аздан салып, қамыр илейтін боламыз. Бізде жұмсақ, қолға жабысқақ қамыр шығатын болады. Қамырымыз дайын болды. Енді астына ұн сеуіп, жаңа қамырымызды саламыз. Енді жақсылап осы видеода көрсетілгендей басып, қамырымызды илеп алатын боламыз, жабыспайтындай етіп. Енді оқтаудың көмегіндей бауырсаққа жайғандай етіп, жаясыздар. Тым қалың немесе тым жұқа болмауы қажет. Осылай жақсылап, ары-бері барлық шетін бірдей етіп жайып алатын боламыз. Енді бірнеше бөлшектерге бөлетін боламыз. Кез келген өзіңізге ұнаған формада пісіре берсеңіздер болады. Мен осылай 4 бүрісті етіп, 3-4 бөлікке бөліп алдым. Енді қиғашынан осылай ұзыншалап турап шықтым. Барлығын дәл осылай турап аласыздар. Осындай қалыңдықта болуы қажет. Барлығын дайындап алдым. Енді табамызды қыздырып, майымызды қыздырып алатын боламыз. Майымыз қызған екен, енді жайлап салатын боламыз. Орташа отта қызарғанша пісіресіздер. Тура бауырсақ пісіргенде пісіресіздер, өте керемет болып шығады. Шеті қызарып бастағанда енді екінші бетіне аударып аламыз. Осылай қызартып пісірсеңіздер өте керемет болып шығады. Ешқандай ашытпайсыздар, бірден пісіре бересіздер. Қопсытқыш қосқан кейін міндетті түрде көтеріліп, өте әдемі болып шығады. Осымен дайын болып пісті. Енді ыдысымызға салып алатын боламыз. Енді қалғандарында дәл солай салып пісіретін боламыз. Осылай әдемілеп барлығын қызартып пісіріп алдық. Осымен біздің тіске басарымыз дайын. Өте керемет, дәмді болып шықты. Бауырсақтан дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар. Жұмсақ, өте керемет болып шығады. Ас болсын.